Сәлем көрме, сіздер бірге мен Арасынхан, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше күшті пайдалы видео дайындадым. Яғни Work and Travelға барайын деп жатқан студенттерге арналған 1000 кеңес. Просто әрқайсысы керемет, күшті, ең пайдалы кеңестерді осы видеоға жинадым. Сондықтан осы видеома лайк басып, міндетті түрде осы арнаға тіркелсе, осы сияқты пайдалы видеоны еш жерден таппайсыңдар. Сонымен бастайық. Ең бірінші кеңес өтініш любой документке, любой құжатқа мұқият болу. Және файл арнаңыздар, сумочка арнаңыздар соған, пожалуйста, документ ол өте маңызды. Әсіресе шетелде, себебі ол жақты жоғалтпасаңыздар, ол өте жаман болады. Сондықтан мұқият болыңыздар, қатты өздеріңізді бірге тасымаңыздар, документті жұмысқа апармаңыздар. Потому что жұмыстасыз, жұмыс дейсіз, а документтеріңіз просто шкафчикте тұрады, сосын оны біреулер ұрлайды. Даже бізге бірінші күні жұмыста біздің менеджер айтты, документті өздеріңіз бірге алмаңдар, бірдесе жоғалтып алса өте жаман болады деді. Сондықтан мұқият болыңыздар, бір жаққа тығып қойыңыздар. Және соны қасына ақшаны да тығып қойыңыздар. Короче, өте мұқият болыңыздар. Любой нәрсеге DC, там, сервис, бір нәрсе, бәр нәрсені мұқият ұстап жүріңдер. Келесі кеңес ол Қазақстаннан Америкаға барғанда ақшамен бару. Минимум $500, максимум жоқ. $1000-2000 алсаңыздар вообще күшті болады. Ақша өте маңызды, себебі жаққа барып бір нәрсе вдруг забыли, бір нәрсе керек болады, тамақ жеу керек деген сияқты. Сондықтан ақша өте маңызды. И тамақ тоже. Жалпы осы сияқты өздерінің бірге не алу керек деген сұраққа мен осы видеода жауап бердім. Не алу керек, не сатып алу керек, немен бару керек, чемоданға не салу керек, соның бәрін осы видеода айттым. Сондықтан тезірек көр. Америкада айлықты пейчекпен береді, немесе картаға бірден жібереді. Пейчек дегеніміз сол кәдімгі, соның ішінде чек жазылып тұрады, соны барасында банкқа ақшаға ауыстырасың. Ол пейчектерді желательно жинаңдар, любойын. Бәрін жинаңдар, то есть ақшаны аласыңдар сол пейчек бойынша, сосын соны чегін өздеріне салып алыңдар. Және бірінші, екінші, үшінші, неважно, соңғысын бәрін сақтап жүріңдер. Пейчектерді сақтау, немесе электронный версиясын тоже өздеріне сақтап алыңдар, ол өте маңызды. Келесі кеңес, Америкада ақшаны аса қатты аямаңдар. Әрине ақша жинау керек, бірақ ол жақта сатып алу керек нәрселер өте көп, себебі Қазақстанмен салыстырғанда ол нәрселер өте қымбат. Сондықтан Америкада лучше арзан бағаға сонда сатып алыңдар. Қыздар әсіресе уходовая косметика сонда бәрін алып алыңдар, киімдер алыңдар, штучкелер алыңдар, не знаю, ноутбук, камера бәрі сатып алыңдар. Короче, зың. Бесінші кеңес, дұрыс тамақтаныңдар. Менің жағдайымда мені фастфуд сататын жерде жұмыс істедім, и поэтому маған бәр нәрсе тегін просто жібердім қалған кезде, и соның кесірінен мен кішкене толықтадым. Сондықтан бірақ ол мәселе салмақта емес, мәселе сенің денсаулығыңда, асқазан құртылады деген сияқты нәрселер. Сондықтан дұрыс тамақтануды ұмытпаймыз. Су ішеміз, дұрыс тамақтанамыз, үйде тамақтанамыз. Фастфуд нәрселерге, сода деген нәрселерге жоламаймыз көбінде. Келесі кеңес, обязательно сендер Америкада қыдырасыңдар. Сол кезінде, пожалуйста, басқа қалаларға барғанда, басқа штатқа барғанда мұқият бір нәрсені пландастырып алыңдар, жоспарлаңдар. Қандай отель, қалай ол жаққа жетеміз, аэропорттан кейін қалай сол отельге жетеміз, не істейміз, не қыламыз. 3 күн болсаңдар сол қалада, 3 күн Нью-Йоркта жүрсіңдер, әр күніне план құрыңдар. Бірінші күн мынандайға барамыз, екінші күн Таймс сквер, үшінші күн статуя свободы и так далее. Соны, бәрін жоспарлап, нақтылап, любой деталіне дейін шешіп алыңдар. Дәл солай касается Американың өзіне барып жатқанда да, жұмыскер қарсы алады ма, ол жұмыс істейтін қалаңа қалай жетесің. Любой нәрсені мұқият, зерттеп, уже сөйлесіп қойыңдар. Жазуға, сөйлесуге қорықпаңдар, олар вообще күшті обслуживать етеді, там любой сұрақтарға жауап береді, сондықтан қорықпаңдар. Келесі, сол штаттағы, жалпы сол жердегі местный қазақтарды және немесе орыстарды
жалпы орыс тілді адамдарды, қазақтарды, қырғыздарды, любой сондай өзімізге жақын ұлттарды табыңдар, түріктерді деген сияқты, иә. Себебі олар егер де сол жердегі местный адамдар болса, олар жақсы жерлерді біледі, қыдыратын жерлерді біледі, көмектеседі сіздерге. Сондықтан көмек сұраудан ұялмаңыздар. Олар өте ашық жанды, күшті адамдар. Вот бізге сол жағында өте повезло. Бізге көмектескен адамдар өте көп болды. Кәдімгідей мен оларға қатты ризамыз, прям не могу. Сондықтан сондай местный қазақтарды тауып алыңдар, оны фейсбуктан, телеграмнан, дұрыстап іздеңдер и табасыңдар, и солармен сөйлесіңдер, күшті араласыңдар, вообще күшті. Келесі тек қана қазақтармен емес, сонымен қатар шетелдіктермен де араласыңдар, инстаграмдарына подписаться етіңдер, себебі олар өте қызықты адамдар. Мысалы, бізде Work and Travelмен келген не только Қазақстаннан, но и Таиландтан, Монғолиядан, Доминиканадан деген сияқты түрлі елдерден келген студенттер болды. Біз олармен күшті тіл табыса алдық, олар бізбен жастылар, олар еще басқаша ұлт, это все так интересно, бәрін ашық сөйлесе алатындай болыңыздар, себебі олар бәрі күшті адамдар. Келесі ол ең маңыздысы social security number. Ол Қазақстандағы ИИН сияқты, және сол арқылы жұмыс істейсіздер. Сондықтан бара сала прям бірден social security number қай жерден аламын, яғни жергілікті соны қайда деп менеджеріңізден сұрайсыздар. Social security number өте маңызды, және ертерек соны істеңіздер, себебі оны 2 апта, даже 4 апта күтесіздер. Неғұрлым ертерек барсаңдар, соғұрлым өздеріне де жақсы. Social security number обязательно. И, пожалуйста, social security number'ды официально жұмысқа тіркелген кезінде тоже жазыңдар. Но оны бара сала алмайсыңдар, поэтому алғаннан кейін сол number'ды менеджерға барып айтасыздар, менің number'ым келді, осы арқылы менің базама жазып қой менің number'ым, себебі ол кейін өздеріңе пайдалы болады. Вообще, Work and Travel'да заранее деген нәрселерді прям алдын ала ойластыру, алдын ала шығу, алдын ала сатып алу деген нәрселер өте пайдалы. Сондықтан Work and Travel'ға вообще жазылу кезінде де алдын ала ойлану керек, және самолетке билеттерді алдын ала алу керек. Любой нәрсеге, Американ өзінде уже қыдыратын кезінде де алдын ала бәр нәрсені алыңдар, любой нәрсені алдын ала, және біз сияқты рейсқа кешікпеңдер, біз сияқты Нью-Йоркта пробкада қалып қаласыңдар атығы. Сондықтан вообще рейсқа 8 сағат алдын шығыңыздар, если Нью-Йорктан болсаңыздар. Сондықтан кешікпеңіздер. Біз сияқты кешігіп, сосын рейсқа қайтадан $300 төлеп үстінен лучше не надо. Менің барлық әлеуметтік желілерімде, әсіресе ютубта Америкадан контент өте көп, және соның бірі влогтар. Оның ішінде осындай соңғы сапардағы влог, яғни Қазақстанға қайтып бара жатқандағы. Сол жақта біз қалай кешіктік, қалай аэропортта кейін түнедік, сосын қалай вообще басымыздан өткен барлық оқиғаларды осы арнадан көре аласыңдар. Сосын менің қасымдағы қыздар осындай қызықты ситуацияға ұшырады. Яғни олар 2 билет сатып алды, бару и қайту. Баруға олар сәл кешігіп қалды, сосын басқа рейспен барды, ал қайтуға сол қалған билетпен қайтуға жоспарлады, бірақ оларды отмена жасаған, себебі баруға және қайтуға билет алғанда баруына бармасаңыздар, онда қайту автоматом отмена болуы мүмкін. То есть олар тупо солай ақшаларын құртты или что такое было. Сол кезінде, если вдруг рейсті пропустили или что-то отмена жасадыңдар, онда лучше звондап сұрап біліп алыңыздар. Себебі сондай жағдайға ұшырамас үшін солай бәрін біліп алыңыздар. Келесі аэропортқа барғаннан кейін или вообще Қазақстаннан сол жергілікті жердің Uber'ін, Google Maps, нандай, доставка еды, всем барлық, яғни телефонға қажетті барлық приложенияларды уже скачать етіп алыңдар, потому что барып, еще интернеттарын, связьдарын жоқ болса, вообще қиналып қаласыңдар. Сондықтан Uber американский скачать етіп алыңдар. Келесі ол жалғыз қыдырмау. Жалғыз қыдыру деген жақсы вариант, егер де өзіңіз интроверт болсаңыз, қорықпасаңыз, бірақ желательно қасыңызда адам болғаны, себебі все равно сізді түсінетін және көмек керек жағдайда сізге қол ұшын соза алатын адам керек. Мен жағдайымда ол Айым және Жібек болды. Үшеуміз, күшті қыдырдық, туда-сюда, өте қызықты, күшті естеліктерді бірге өткіздік. Сондықтан жалғыз жүрмеңіздер желательно.
документтерге мұқият болу, ақша алып алу Қазақстаннан, пейчектерді сақтау, түрлі күшті нәрселерді сатып алу арзанға, Америкада уже дұрыс тамақтану, саяхатты жоспарлау, қазақтар орыстармен тауып солармен достасу, кейін өзге ұлттармен достасу, social security number, заранее билет сатып алу, заранее рейске шығу, вот все такое. Сосын самолетке билет пропускать етсеңіздер сұрап алу, сосын жалғыз жүрмеу, сосын местный приложенияларды скачать етіп алу. Жалпы біз қалай рейске кешікті, қалай сосын $300 төледі, қалай сосын бір тәулік бойы аэропортта қондық сияқты күшті естен кетпес, бірақ өте қызықты оқиға осы влогтан көре аласыздар. Жалпы мен Америкадағы барлық күндерімді мен онлайн жүргізуге тырыстым. То есть бөлісуге тырыстым адамдармен, подписчиктермен. Сондықтан осы ютубқа кіріп, осы арнадағы барлық влогтарды көріңіздер. Өте күшті, өте қызықты. Инстаграмды көріңіздер, историяларын, посттарын. Вот. Барынша сіздерге пайдалы болдым деп үміттемін. Өтініш осы кеңестерімді сіздерге дұрыс жеткіздім, және сіздер осыны ұқтыңыздар, және осыны пайдаландыңыздар деген үміттемін. Сіздердің рахметтеріңіз жай ғана подписка, лайк болса қатты қуанушы едім. Сонымен сіздердің болған мен Ару Асанхан, менің осы керемет арнама, менің инстаграмыма тіркеліңіздер. Сіздердің болған мен Ару Асанхан. Сау болыңыздар.